Иә, құрметті көрермен, бүгінгі турнирдің ең ауыр спортшылары, ең ауыр салмақ, бұл жартылай ауыр салмақ, яғни 93 келіге дейін Абдулла Исаев Түркия атынан сынға түседі. Жалпы Алексей Дағыстан өкілі, ал Сухроб Рахимбеков Өзбекстан. Әрине бұл салмақтағы өтетін кез келген жойқын соққыларға куә болатын боламыз. Аз қимыл жойқын соққылар, әрбір жойқын соққы осы жекпе-жектің аяқталуына әкеліп тірелуі мүмкін. Сухроб Рахимбеков жалпы самбодан шыққан спортшы, біраз жетістіктері бар. Европа чемпионы болған жастар арасында, Өзбек мемлекетінің бірнеше дүркін чемпионы болған. Ал Абдулла Исаев керісінше еркін күрестен шыққан, еркін күрестің нағыз отаны болып есептелетін Хасавюртта туып өскен спортшы, спорт шебері, грэплингтен еңбек сіңірген спорт шебері Ресей Федерациясы 4 дүркін әлем чемпионы. Сондықтан Сухробтан қазір әрине біз күресті бітеміз, міне оны бізге өзі де көрсетіп отыр. Абдулладан кешіңіздер, ал Сухроб әрине қазір алғашқы ұстап дәл осындай мәнерде айқасатын болады. Алдыға қарай жүгірді күреске, бірақ өте қауіпті сәт болды ол жерде. Көзін жұмып алдыға қарай жүгіру бұл жерде үлкен салмақта өте қателік болып саналады. Кез келген удар айтқандай әрбір соққы жойқын соққы болып саналатындықтан ондай қателіктерге бой алдырмау керек. Бірақ Абдулланың міне күрес барынша күресті іздеп жүрген көріп тұрмыз. Қараңыздаршы, бірақ Сухроб Рахимбеков қалай бір ғана соққымен қорғанып шыға алды. Жақындауға мүмкіншілік берер емес. Міне алғаш рет аяқтан ұстады қарсыласын. Қазір тіпті қорғануға да еш мүмкіншілік берген жоқ. Өз дегеніне жетті Абдулла Исаев, тейкдаун. Ойлаған затына жатты, енді ары қарай қалай өрбейтінін көреміз. Бұл жерде айқын тек осы жерде контрольді ұстап, басқа спортшылар сияқты бұл жерде де шынтақпен, тағы да басқа әдістермен осы положениені сақтап қалуға тырысатыны айнық. Иә, қазір партерде біраз қадағалайтын болады. Ал бір қызығы Абдулла Исаев өте жоғары деңгейде грэплер екенін айтқан болатын. Сондықтан қазір бізді қызықтыратыны гардты айналып позиция іздеп ауырту әдістерін шығудың амалын қарастыратыны, әлде дәл осылай соққы жаудырып жата береді. Өте жақсы. Исаев қазір төреші аяққа тұрғызбау үшін барлығын істеп жүр, барын салып. Сухробтың аяқта тұрып жасаған соққыларын көрдік, сондықтан Исаев дәл осындай мәнерде жалғастырғанды жөн санайды. Исаев бұл жерде енді тәуекелге бара қоймас, қандай да бір ауырту тәсілдеріне. Бұл жерде көбірек шаршатып алу керек, астындағы қарсыласын соққылармен, шынтақтағы соққылармен, осындай ол астындағы қарсыласы көбірек шығам деп тырысқан сайын оның көп күші, көп энергиясы жұмсалатыны айдан анық. Сондықтан бұл жерде тек осы сәтті пайдаланып, артық еш нәрсе қажет емес деп ойлаймын. Ал Сухробқа болса шығу керек. Торға қарай жақындап, тормен көтеріліп кетуге ғана мүмкіндігі бар. Ал былай мына жерден осындай шебер қолданылатын грэплинг майталманына осындай шығып кетуі әбден қиын болады. Міне көзді ашып жұмғанша 1,5 минут қалды. 3 минут өтіп кетті. Міне тіпті иықпен соққы жасап отыр бұл жерде Исаев. Иә, дәл осындай мәнерде алғашқы раундты аяқтауды жөн санайтын шығар. Біраз шаршатпақшы ой бар менің түсінімше қарсыласын. Абдулла Исаев және салмағында өте жақсы қолданып отыр өзі. Исаев жақсы қолданып жатыр өзінің манерасын, грэплер өзінің майталған шебер екенін анық көрсетіп, және сол ниетінен толық қайтар емес. Енді раундтың аяғына қарай ауыр соққылар немесе де қандай да бір өзінің дайындаған самбишіндеріне көшкен жағдайын көрмесек, ал жалпы раунд Исаевтың несінде қоржында. Иә, және міне енді бастады іштен басқа соққыны аударып, өте жақсы раундтың соңына қарай ауыр соққыларын жеткізе бастады. Өте жақсы, қазір бұндай ауыр соққылардан аман шықпай қалуы да мүмкін Сухроб Рахимбеков. Раундтың аяғынан осындай кішкене қалған кезде тәуекелге баруға болады. Өйткені астындағы спортшының да шаршағанын көріп тұрмыз. Ол жерде бір нақты бір қандай да бір ауырту тәсілдерін жасауда қиын болады. Астында Сухробта тек раундтың аяқтауын күтіп жатқан сияқты, ешқандай бір
қатты шығуға ниет білдіріп те жатқан жоқ. міне тіпті сайт контрольға оп-оңай шығып кетті. міне қазір уақытынан бұрын аяқталып қалуы мүмкін. 15 секундтай уақыт бар. Тоқтатады ма Нұрбек Мұңлықов? Небәрі 9 секунд қалғанда. Осы жекпе-жекте бірінші раундтың 4 минутта 52 секундте техникалық нокаутпен жеңіске жеткен көк бұрыштағы жауынгер Абдулла Исаев!